Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Дәл қазір мен сіздерге Альфа-банк пен Сбербанк жабылды ма, жоқ па? Альфа-банк пен Сбербанктың кредиттеріне не болды? Қайда төлейміз? Деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Достар, егер де менің видеоларым сіздерге ұнап жатса, YouTube каналыма, Instagram және TikTok парақшама тіркеліңіздер. Сосын колоколды басыңыздар және достарыңызбен бөлісіңіздер. Өйткені жаңа заң саласындағы қажетті видео шыққан кезде кім колоколды баспайды, соған хабарлама келмейді. Ең біріншіден, Альфа-банктың жағдайына келетін болсақ, Альфа-банк жабылған жоқ. Альфа-банктың акцияларының 100%-ын Банк Центр кредит сатып алған болатын. Ол дегеніміз Альфа-банк енді Банк Центр кредиттің қол астында. Егер де сізде кредиттеріңіз Альфа-банкте болса, әлі де сол кредиттеріңізді Альфа-банкке төлей бересіздер. Бірақ приложение арқылы емес, банкомат арқылы кредиттарыңыздың номерін, договордың номерін жазып төлеу керек болады. Егер де Альфа Black арқылы төлеп жасасаңыздар, ақшаңыз ауаға кетуі мүмкін. Ал енді Сбербанк. Сбербанк өзінің кредиттерінің жартысын халық банкке сатып жіберген болатын. Ол дегеніміз кімге смс-тер келді, кредитіңіз халық банкке сатылды деп. Homebank приложениясын жүктеп, сол жерден кредиттарыңызды тексерсеңіздер болады. Сонымен қатар Сбербанктың колл-центріне звондап, сіздің кредиттарыңыз сатылғаны туралы сұрап, нақтылап, ал егер керек десеңіздер, кредиттеріңіз сатылған туралы документті банктен сұрап алсаңыздар болады. Кейін егерде кредиттеріңіз халық банкке шынымен сатылған болса, ары қарай кредиттеріңізді халық банктың приложениясы арқылы немесе банкоматтар арқылы төлеуіңіз керек болады. Қорытындылай келе, Сбербанкте, Альфа-банкте әлі жабылған жоқ. Альфа-банктың кредитін Альфаға төлейсіздер, ал Сбербанктың сатылған кредиттерін халық банкке төлейсіздер. Егер сіздің кредиттеріңіз Сберден халыққа сатылмаса, ары қарай Сбербанкқа төлейсіздер. Сонымен достар, біздің видеомыз өзінің мәресіне жетті. Менің видеом сіздерге пайдалы болып жатса, менің YouTube каналыма, Instagram парақшама, TikTok парақшама тіркеліңіздер. Алдағы заңға байланысты пайдалы видеоларды жіберіп алмас үшін колоколды басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.